Namaz пайғамбардың 10-чы миссиялық пайғамбарлық жылында. Орозо қачан фарз болған? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадина Мунаввараға көчіп келгенде хижрат деген көчуді айтады. Хижраттың 2-ші жылы Шабан айында, Рамазаннан алдың, Шабан айында кечеги мені аят оқыған: "Я аyyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun." О Алланың барлығына билігіне иман келтірген бенделер, сілерден мұрдағы үмметтерге фарз болған сияқты, сілерге де ораза қармау фарз болды. Аллах Тағаладан тақвадар болуыңар үшін. Урматты мұсылман, пайғамбар саллаллаху алейхи егер хижраттың 2-ші жылы фарз болған болса, пайғамбар қанша жыл ораза қармаған? 9 жыл. Пайғамбар саллаллаху алейхи 9 жыл ораза қармаған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қанша ораза қармапты? Урматты мұсылман бір туғаным, Бақара сүресінің 183-ші аят, жарағы мен оқыған аят. 84-ші аят, Айяман мa'дудат дейді. Ораза саналу күндер. Ораза саналу күндерден тұрады. Қанша күн қалды? 29 күн қалды. Саналу ғана күндер. Bir қанша күн емес, саналу есептелу күндер. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Араңардан ким оразада ауырып қалса, же сапарда болса, анда аның есебі башқа күндерді айыққан күні қарма береді. Айяман мa'дудат, саналу күн ораза қармаш керек. Ошо саналу күнде кейбіреулерің сапарда болып қалса, ауырып болып қалса, не қылады екен? Ораза башқа күндерде оразасын қарма береді. Эми ва алаллазина ютиқуна фидьяту таам мискин. Кебле эч качан ораза кармай албай турган өнөкөт оорулар менен ооруп калса, баягы айыкпаган дайым эме. Хронический деп коет. Өнөкөт оорулар менен ооруган адам болсо, эч качан ораза кармоого, эми тишиң ораза кармай бересиң, кеблер гипстемен ораза кармай, гипстин оразага эмне тиешеси бар? Кебірлер дайым дар ішіп тұрады. Кебірлер сахар башқа ору өтішіп кеткен. Эч қачан ораза қармауға қармай албай тұрған өнөкөт орулар мен шалығып қалған болса, фидьяту таам мискин, же қарылықтан ораза қармай албаса, күннен күнге 88, 89, 93 байқұш күннен күнге зайыпташып атады. Фидьяту таам мискин, фидия қылып bir кедейдің құрсағын тойғызады. Не қылады екен? Ал адам қарыған өнөкөт орумен орған болса, же болсам қарылықтан күннен күнге зайыпташып баратса, ораза қармауға мүмкін болбаса, bir мискиннің bir құрсағын тойғызады. Фидия деген не? Фидия деген 1 килограмм 600 грамм будайдың басы. 80 сом, 60 сом десең, бүгін 80 сомға ешкім барып тойбайды. Мейіздің басы менен берсе болады, құрманың басы менен берсе болады, арпаның басы менен берсе болады. Мейіз десеңіз бүгін 800 сом, 900 сом болып қалады. Кейбірлер айтады, мен атама фидия берем дедім еле, байқұш апам пенсиядан орып атады, фидия берем дейді тағып. 30 күнге 700 сомнан бер десең, фидия ұшындай болады. Азыр кемең мен айтқылашы. Негізі 1 килограмм 600 грамм будай дегені, ошол кеде адамдар будайга муктаж эде, өздөрү үйүндө ун кылып жейтиле. Бүгүн бирөөгө бир мешек un апар берсең да сүйүнбөйт. Мунун деп эмне кылам дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, bir мискиндин курсагын тойгозо турган фидия Аллах үчүн берип атасың. Ошондон мындай эсептебестен майыздын басында, курманын басында кымбатыраак 700 сом, 1000 сом берип кой. 30 күнгө канча болот? 30 000 сом. Ne oldu? Enеңден, атаңнан, қараған емеден аяйсың ба шоны? Bir miskin бейбечара байқұшқа өреsin. فَمَنْ تَتَوَى خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ. Kim ықтияры менен көбірек жақшылық қылам десе, қараң. Көбірек, kim өз ықтияры менен көбірек жақшылық қылса,
Бұл анын өзіне пайда. 1 килограмм 600 грамм. Жоқ, мен атамның фидиясын бір мискинді толтырып алам. Же болбосам 60 адамды чакырып, 60 байкуш кембагалдың курсагын тойготуп койсоң да боло берет. 30 күндүк орозан фидияны bir күндө чыгарып койсоң да боло берет. Түшүндүңбү? Жо, мен 600дөн бербейм, 1200дөн берем десең, ал өзүң үчүн жакшы. Wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Бирок кээде кыйналып турсаң да орозо кармаганыңар силер үчүн жакшыраак эгер билсеңер. Эгер билгиңер келсе, кыйынчылык менен да азыр шылтоо эле таап туруп да бир аз эле. Кантип бир жол тапсам орозо кармабай койсом деп. Урматтуу мусулман бир тууганым, Бакара сүрөсү 184-аят бүгүнкү эмебиз. Урматтуу мусулман бир тууганым, 100 ayyamen ma'dudat саналуу күндөр деген 30 күн 720 saat eкен. Канча? 720 saat. 2,5 milyon sekund eкен. Ана кетип атат азыр. 2,5 milyon sekund 43 000 minut eкен. Ар минут сайын мына азыр кетип атат. Рамазан ayyamen ma'dudat. Эми караң, урматтуу мусулман бир тууганым, биз 720 күннүн 500 күнүнү, канча күнүнү? 500 күнүнү уйку менен, сарыгылык кылуу менен, ооз ачуу менен, базарга баруу менен, достор менен бир аз отуруу менен, телефон чукугандык менен, кошунаны зыярат кылуу менен 500 saatını кетирип берет экенбиз. Канча калды? 700 күннүн 720 saattын 500'ünü биз тамак аш менен, уйку менен, башка менен жок кылат экенбиз. Болгону бизге 220 minut калат. Канча калат? 220 saat калат. 220 saat дегени 9 күнгө дал келет экен. Канча? Ayyamen ma'dudat элескин. Аллах Таала бендеге саналуу гана күндөр деп атат. Саналуу күннүн бир күнү кетти уже. 9 күнгө тең келет экен да. Урматтуу мусулман бир тууганым, ошо 9 күндө эмне кылабыз эми? Тарабыга аракет кыл. Тарабыны каза кылба. Кыямул лейл. Бул кыска 1 saat 2 saat. Biraz кыйналганын кылат, 2 saat уйкудан калганын кылат, 2 saat телефон чукпайсың, бирок түбөлүк ахиретке сени соолук алат. Урматтуу мусулман бир тууган, тарабында 8 окуп эле шат кетип берсемби деп ойлонуп, же 4 рекеттен кете тургандан болбогун, аракет кыл. Ооба 8 рекет зарыл болсоң 8 рекетте кабыл болот. Бирок урматтуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Абу Зар деген сахаба айтат: "Мен кама ма'ал имам хатта янсарифа кутиба ла қиям." Кимде ким имам менен бирге намаз окуса, имам кеткенге чейин, имам дуа кылып кеткенден кийин кетсе, ал адамга түнү менен кыям уктабастан намаз окуганы соо жазылат дейт. Бул имам Тирмизи, имам Насаи, Ибн Мажа сахih китептерде келген хадис. Урматтуу мусулман бир тууганым, эми мана бүгүн 2-чи күн, 2,5 парага келип калдык да. Адамдарга барып алып, биз 12-чи микроайында же болсо 7-чи апрелде 2,5 пара окуп койдук деп айтпай эле кой. Мен орозо кармадым, мынча ооз ачырдым. Сенин кыямул лайлиң намазыңдын окуган Куран кебир айтат, мен бүгүн 5 пара окуп койдум Куранды үйдө. Аны окуба, айтпа бирөөгө. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул сен үчүн окуган намазың. Бул соо сен үчүн калат. Бирок сенден сураймын, өзүңдөн өзүң сурачы. Орозо кармадың, тарабыга келдиң урматтуу. Бирок бүгүн Рамазандын 2-чи күнү өтөбүз. Канча садака кылдың? Кайрымдуулук кылдыкпы? Акча чыгыш өтө кыйын. Кээ бирлерге акча келгенде ички чөнтөгө салып, эми жайыңды таптың да дейт. Менин жаным чыкмайынча чыкпайсың эми дейт. Садака мага эмес, мечитке эмес. Өзүңдүн жакыныңа, тууганыңа канча садака кылдың? Канча амир маруф кылдың? Bir niyet kılın mı? Ramazan ayında Xuda kalırsa ben bir 3 gün Allah yolunda bir davatka çıkıp koyun de. Davatka çıkpasan, mo dostum orozda karmaya jetet, bar bu şu dostuma orozda jönündө, namaz jönündө, tarawih jönündө aytayın dep, bir ügüt nasat kıldın mı? Bir dostum nasbayga kul bolup kalgan, çılımgayma bolup kalgan, içimlikte oşoga barıp tıyıu salıp bir iman yoluna çakırdın mı? Meyli, bunu da kıla almadım. Ata-enеңди байкуш канча дуасын алып келип
қолын уқалап, бұтын уқалап. Бүгін кейбіреулер ата-ененің қолын бұтын уқалап отады, соцсетке қояды да. Сен Аллах үшін қылып атқан ата-енеңді, ата-енең сенің көтшігіңді тазалағанда соцсетке қойды беле? Жалаяғыңды жуғанда соцсетке қойды беле? Сен аның меңден біріне атқара алған жоқсың. Атасыға бір машина беріп қойып отыр. Ата-ене атабыздың бізге қылған қызматыға егер мұндай күні емекеле тұрған болса, квитанция. Ешкіміз төлей албаймыз. Өмірін берді, жаштығын берді. Бардық десеңіз біз үшін арнады. Бірақ бүгін кішкене машина беріп қойса, соцсетке қойып алып. Аның керегі жоқ. Ата-енеге қанша жақсылық қылдық. Урматы мұсылман бір туған. Мына ким еме қылалек болса, бүгін айылға ата-енеңе телефон чал. Жоқ дегенде 5 минут. Видео вызов қылып, жақсы сөздеріңді айт. Bir alkış batasını al. Қанша bir miskin, қошнаң мысалы. Етке жетпей жатады, еттің дамын ұмытып қойған. Біреу сметін төлей албай жатады, жардам бердің бе? Ең негізгі мәселе. Біреу сұрайды, дамыла, оразада жасай тұрған ең жақсы ибадат емне дейді. Оразаның içinde Allah'a en жағымды амал емне дейді. Orazada da, orazadan sırtqarı da Allah'a en sүйікті амал жәбрül хаватир, біреудің көңілін алу. Ne ekin? Ahabbun nas ila Allah anfa'hum linnas. Allah'a en sүйікті insan, insanlara пайдалысы. Ahabbul a'mal, Allah'a en sүйікті amal sururun tudkhil ala muslim, bir musulmanға қуаныш тартулы. Урматы мұсылман біліп қойғын. Dinimizde 5 vakt namaz, orazadan keyinki en ulu ibadatlardan birisi біреудің көңілін алу. Көңілін орту емес. Біреуге қуаныш тартулы. Мен мұнша Құран жаттадым, айтпайлы қой. Мұнша Құран оқыдық деп айтпайлы қой. Сені мол жерде бүгін 2,5 пара оқығаныңды, Рамазан айында 30 пара оқығаныңды, көшедегі адамдар, үйдегі өмір жолдошың сенің жақсы мінезіңнен, мейірімділігіңнен, ақылыңнан өзгергендігі, сенің характеріңнің өзгергендігі, қимыл әрекетіңнен, сенің кішіпейілдігің, ошонун сессин. Құран қанша оқыдым, Құран қанша жаттадым деген қамды болбо. Менің мүнөзім Құранға қанша дал келіп атады. Мен адеп ақлақым оңдадым бұл Құран менен. Урматы мұсылман бір тоғаным, дағы бір мәселе. Машалла өзіміз келіп, намазымызды оқып атабыз, ибадат қылып атабыз. Балдарымызды намазға тұрғызабыз ба? Көзіміздің қарегі болған балдарыңызды намазға тұрғызабыз ба? Bir ayal kelip, moldake men baldarımды намазға тұрғыза албайм, балдарым ұйқысы қатты дейді. Эмне қылсам болады дейді. Үйіңде пожар болып кетсе эмне қылмақсың дейді. Үйде пожар болып, от шықса, балдарымды мойнынан болса да сүдіріп шығам дейді. Бұл дүниенің отынан ушунча құтқаруға әрекет қылады екенсің, ақыреттің дозоғыдан құтқаруға әрекет қылбайсың ба? Балдарыңды намазға тұрғызбайсың ба? Урматы мұсылман бір туған, келіңіздер, балдарымызда ибадатқа. Я юхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара. О Алланың барлығына білген иман келтірген бенделер, өзіңөрді жана үй-бүлөңөрді дозоқтан, азаптан құтқарғыла дейді. Урматы мұсылман бір туғаным, келіңіздер, Рамазан айында көрек мечітте отыруға әрекет қылыңыз. Сен мечітте болсаң, 7 апрель мечітіге Абдүшкүрге қонақ болып келдің бе? Сен Құдайдың қонағысың. Әл-мәсжиду бәйті күллі тақир. Мечіт әрбір тақвадардың үйі. Мечіт Аллах Тааланың үйі. Бұл сажда қыла тұрған, мечітте көріп әрекет қылған. Урматы мұсылман бір туған, мечітте отырсаң сенің емең іште отады. Үчетчің соғып іште отады. Машалла. Мечітте отырасың ба? Аллах Табарак ва Тааланың сүйікті пайғамбар айтады. Аллах Таала қиямат күнінде ешбір көлөкө болбай қалған кезде 7 түрді адамдарды өз рахмат көлөкөсін алады дейді. Ошолордун бирөөсү ражулун қалбуху муаллакун бил масажид. Кейбір адамдардың жүрегі мечітке байланып тұрады. Азы құптан оқып кеткеннен кейін, иншалла бамдатқа дағы келсем деп. Шамда оқығаннан құптанға келсем деп. Юзиллухумуллах яума фи зиллихи яума ла зилла илля зиллух. Алланың рахмат көлөкөсінен болбой қалған кезде, ошондай мечітке сүйікті инсандардың өз рахмат көлөкөсін алады. Урматы мұсылман бір туғаным, Рамазан айындағы ең негізгі мәселе, біраз телефоныңдан еркіндікке шық. Бүгін шындығында біз
Telefonga uyulduk, telefonga köz karandı olup kalganbız. Зависимый болып қалғанбыз. Телефонсыз жашоо болбой қалған. Ошондон урматтуу Рамазан айында саналуу гана күндөр экен. Саналуу күндөр Рамазандан. Махлук өзүгө окшогон жаратылган бенде менен байланышты азайткандагы жаратуучу Аллах менен болгон байланышыңды көбөйт. Телефон менен байланыша албайсың Аллах Таалага. Аллах Таалага рүкү сажда менен. Урматтуу мусулман бир тууган, бирдеме болсо эле убакыт өтпөсө телефон чукуп, уйкуң келбесе телефон чукуп. Кеч уйкуңар келбей жатабы? Турдагы дарат алып 2 рекет намаз окугун, 3-чү рекетке турганда уйкуң келет. Отуруп алып 2 бет Кур'ан окугун котормосун, 3-чү бетке жетпей уктап каласың. Урматтуу мусулман бир тууганым, тасбih айткын, намаз окугун, жаныңа Кур'анды коюп кой. Азыр телефонуңуздун баарыбыздын телефонуң жалтырайт да. Күнүгө влажный салфетка менен башка менен арчып, үйдө Кур'андын үстүн чаң басып жатат. Мунун мааниси сен махлукка көбүрөөк байланышат экенсиң, Халык менен байланышпайсың. Сенин проблемаң жаратылгандар менен көбүрөөк байланыш. Жаратуучуну унутуп койгонсуң. Кечеңизде урматтуу мусулман кыямыл-лайл менен, тасбих менен, зикир менен, күндүзү болсо орозо менен, бир гана тамак аштан, суусундуктан тыйылбастан, гыйбаттан, ушактан, көзүңүздү. Кече пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сөзүн кайра кайталаймын. Ар бир инсан айтат: "Мен ядман ли ситтан мин анфусикум адману лакумул жанна." Эгер нафсыңардан 6 нерсени аткарууга кепилдик берсеңер, мен аткарам 6 нерсеге сөз берем десеңер дейт. Пайгамбар силердин жаннатка кирүүңөргө мен сөз берем дейт. Биринчи, устуку иза хаддастым. Качан сүйлөсөңөр чындыкты сүйлөгүлө. Мен калп айтпаймын, жалган айтпаймын, мен чындыкты сүйлөйм деп биринчиси. Тамаша чындыкка жанаша кээ бир мусулмандар бар, жалган таппай калган кезде чындык сүйлөйт. Устуку иза хаддастым биринчиси. Экинчиси, ва ауфу иза ваатум, вадаңарга аткарып ишке ашыргыла. Сөз бердиңби, сөзүңдө тур. Үчүнчүсү, ва аддул аманата иза утуминтум, аманатка кыянат кылбагыла, аманатты өз ээсине кайтаргыла. Аманатка бекем болгула. Төртүнчүсү, ва гадду абсаракум, көзүңөрдү тыйгыла, тоскула, жумгула эмес. Туура эмес, шарият тыюу салган нерсени көзүңдү тоса бил. Азыр либоюңдун арада бирөөнү алып, телефонуңду алып, соцсетиңди ачса, биринчи эмнелер чыкса, сен кайсы сайтка көп киресиң, эмнени көп көресиң, şu адрес сеники şu. Кебилер ушак айыңды, кебилер жаман сайтты, кебилер жарым жылаңач аялдарды, кебилер дайым чубагажын сабактарын, максаттамаланын, Кур'аны Карим менен. Sen telefonunda emneni көрсөң, sen ошолсуң. Üçüncü, төртүнчү, вагадду абсараkum, вахфазу фуружакум, намысыңарды 2 сандын ортосын сактагыла арамдан. Ва каффу айдиякум, колуңар менен бирөөгө за бербегиле. Нафсыңардан 6 нерсеге кепилдик берсеңер, жаннатка кепилдик берет. Биринчиси, качан сүйлөсөңөр чындыкты сүйлөгүлө. Убадаңарга тургула. Bir aydan keyin qarz berem deb alıp, telefonda albay koydular. Telefon çalasın, albaydı. Kaçıp ketedi. Vadangda tur. Amanatka kıyanat kılba. Közüңdü tos. 2 sanыңдын ортосуну жана колуңду. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, өзүң баа кой, динемникке мага айтпай эле ичиңденчи. Şu алтоого нечи деген баа коесуң өзүңө. Качан сүйлөгөндө чындыкты сүйлөйсүңбү? Вадаға бекемсіңбі? Аманатқа қиянат қылбайсыңбы? Көзіңді жаманнан тыясыңбы? 2 саныңдын ортосуну жана колуң менен бирөөгө ыза бербей, ыза берген бирөөдөн бир чабыш эмес. Бүгүн отуруп алып бар нерсени жазып, таркатып, башка кылып. Аллах Таала баарыбызды угуучу бенделерден кылсын, уккан аят хадиске амал кылып, орозо кармап, орозодо денелери дозоктон кутулган бенделердин катарына жазылгандардан болушу Аллах насип этсин. Амин.